Motorfest бұл автомобиль майталмандары жылда бас қосатын ауқымды жыл ивенті. Автоэнтузиастар мен тюнингтің желеген шағы майышкендер бас қосатын майдан бұл. Колеса арнасындағы ең бірінші бейнеролигім дәл осы Motorfest жайында болған. Мінекей араға бір жыл салып дәл осы жерде бас қостық. Ассалаумағалейкум. Лайк басып, арнаға жазыл. Ал мен пісімілі деп репортажымды бастаймын. Mercedes-Benz 190 SL Roadster өте сирек модель. 1950-1960 жылдары атақты Daimler-Benz компаниясымен жасалған. Кезінде сән салтанат байлықпен тікелей ассоциацияланған бұл көлікті бүгінгі күннің өзінде де ешкім сатып ала алмайды. Вино секілді ғой, жыл сайын бағасы қымбаттай береді. Дәл осы көліктен бүгін топ 8-діктің иісі шығып тұрғандай. Дәл осы көлікті құрап шыққан реставратор қасымда тұр. Есімі Руслан. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз Motorfestке. Жалпы бұл проектті құрап шығуға қанша уақыт кетті? 3 жыл. 3 жылдан астам уақыт болды. Көлік Қазақстандікі ма? Иә. Қазақстандікі. Қазақстандікі, местный автомобиль. Қанша ақша кетті, жасырын болмаса? Шексіз. Бесконечная стройка. Сайтан алғыр, бұл прайм ғой. Черт! Сол Форсаж фильміндегі басты кейіпкердің Mitsubishi Eclipse автокөлігін толықтай құрап, дәл осы Motorfest'ің төріне алып келіпті. Өте жарқын проекттердің бірі. Ал мұна бүгінгі автошоудағы менің өзіме ең қатты ұнаған автомобильдің бірі. BMW E9 шанақта CSI 3 литр. Түсіндіре кетейін, әлемде бұндай BMW-ның небәрі 8201 данасы ғана шыққан. Оның біреуі мінекей Алматының төрінде. Көліктің қожайына креатив үшін респект. Өзінің автомобиль жайлы 3 тілде ақпарат жазып қойған, және де астын айнамен көрсетіп те қойыпты. Бұрын ауылда бұндай зилмен көмір таситын Вануш братан қиялына ерік беріп, толықтай танымастай өзгерткен. Тонналап жүк тасымалдайтын көлікті ұшқыр оймен үздік фантазияның арқасында стильді пикапқа айналдырды. Капот астында сенімді жапон агрегаты 3UZ. Вануш братан проекттерін арғарай жалғастыру үшін көлікті сатылымға қойды. Бағасы 15 миллион теңге. Иә, колеса қосымшасында тіпті осындай проекттерді сатылымда кездестіруге болады. Сондықтан жүктеңіз, пайдаланыңыз, бұл ең ыңғайлы мобильді қосымша. Мұна чоза машине. Бұл менің көлігім екен ғой. BMW M4 Compete. Көлігіме жасыл айдахар деп ат қойған 510 жылқы 3 литр твин турбо. Ойбай, бәрін айтып баратырмын ғой. Қысқасы, шолу күтіңіздер, жақында міндетті түрде шығады. Мустангтың маняғы қанаттың кезекті еңбегі проект Ристамод. Дәл осы көлікті жиып шығару үшін 3 жыл уақытын сарп еткен. Шанақ детальдарының барлығы арнайылап ақштан келіп бізде құралып шығарды. Капот астында нағыз 700 жылға қуатталған американдық компрессорлы мотор. 2 Мустангтан құралған кастомдық салон, артына адам отыра алмайды. Бүгінгі кештің ерекше проекттерінің бірі. Волга 24 дюймді дискіде. Маған қызықта, мұнаны қожайыны дөңгелектерді қайдан алады екен? Көп специалы дискілер, хром детальдар, өте төмен клиренс. Құдды бір Волга емес, Chevrolet Impala дерсің. Қазақша Lowrider сыған деген атты алған проект. Пневма аспанның арқасында дәл осылай секеңдеп, жұрттың назарын өзіне аударады. Кәнекей? Пневма аспалардың арқасында дәл осылай секеңдеп, жұрттың назарын өзіне аударады. Жеге көңілді емес, ешқандай көңілді емес. Ой-бай! Өкпеңді бауырыңа түсіре деген бұл. Керемет аттракцион, біреуін алып қоюға болады. Мен 100%-ға сенімдімін. Сіздер мынадай Волгадан жалпақ 2 есікті Москвич көрмегенсіздер.
Toyota'ның сенімді моторы мен автомат қорабы тұр. Түсі мынандай жарқын, көңілді орындауда маған ұнады. Әлемнің ең биік нүктесінде орналасқан мұз айдында биылда тек Қазақстанның емес, жалпы Орта Азияның үздік проекттер жиналды. Олардың ішінде тіпті Өзбекстанның кастомдық проекттері де бар. Әкелер мынандай жерге жатып қалған, пневмо аспада орындалған ерекше Матиз алып келіп, топ 16-дан дәметіп отыр ғой. Қазір қасымда тікелей Өзбекстаннан келген 2107-ші ВАЗды көріп тұрмын. Барлығы дәстүр бойынша 16 клапанда жиналған, қалғанның барлығы бұлайымша айтқанда метис. Жүр жақынырақ көрсетем. Ё-майо, мынау не? Гелик ба дерсің тіпті? Қара былғары, панелі де дәл сондай. Мерседес дефлекторлар, геликтің рөлі, жалпы көлік микс. Қорабы автомат, қожайынының айтуы бойынша трансмиссиядан басталып, арқы мостқа дейін барлығы BMW-нікі. Айбы, қарасай жүк салғыштың ішіне бүтіндей бір оркестрді тығыз берген ғой. Ой, бұл бер жағы. Нексияға турбо мотор жинап, Мерседестің салонын салатын өзбек бауырларымыздың нағыз тюнинг мәдениетін көргіңіз келеді ме? Пікірге жазыңыз. Ал мынау Toyota Surf болған бір кездерде. Қазір көліктің сток жағдайынан дым қалмапты. Азулы дөңгелектер өте мықты шассидің арқасында жолсызда жыртады дейді. Мынау темір каркастарды көрдіңіздер ғой, сән үшін емес. Көлік жолсызда аударылып қалатын болса, шанақ ішіндегі адамдарды мыжып қалмайды. Мына көлікті танымайтын жас бала жоқ шығар. Такси фильміндегі басты кейіпкер Даниэльдің көлігі ғой. 5 минутта аэропортқа баратыншы. Пропусти самолет. 1999 жылғы Peugeot 406 3 литрлі қозғалтқыш көлемімен механика. Көліктің кейпін толықтай сол фильмдегідей қайталап, Motorfest'ің төріне алып келіпті. Мына шошайып тұрған нәрсені шаш кептіру үшін бе, білсеңіз комментарийға жазыңыз. Мынау не деген жалпақ дөңгелектер? Suzuki Hayabusa деген супер спорт байк. Қожайыны қасында тұр екен, сұрайық. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Нұрбай болады есімі? Рамазан. Бұл қандай мотоцикл ма? Не бұл өзі? Кастомный Suzuki Hayabusa. Қазақстанда жалғыз 360 дөңгелектермен. Байқадым, өте үлкен екен дөңгелектер. И этот удлиненный маятникпен. Негізі максимальный скорость бұларда стокта 340, мада прямотокпен ол 360 примерно. Бәрін қойш. Бізге ең қызығы қанша тұрады? Бағасы қанша? Бағасы 10 миллион айыр жақ бер жағы ғой. Бір Camry дейсің ғой, Бір Camry. Мынау жанымда тұрған Nissan Silvia S12 80-ші жылдардағы автомобиль алдыңғы жылы топ 32-ге кірген. Көліктің қожайыны өзінің мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамай, дәл осындай керемет проект құрап шығарған. Мына Passat'ты тараздықтар көрсе көзіне бір жас алып алатын шығар. Тұтқасы сынбаған Volkswagen Passat B3. Төмендетілген өте стильді проект. Қазір GDM фанаттары респект лақтырады. Mitsubishi Lancer Evolution аты аңызға айналған автомобиль. Әріптесім Даниэльдікі ассаламағалейкум. Қалай, брат? Жақсы, өзің қалай? Жақсы, шүкір. Көлігің жайлы өзің қысқаша айтып берші. Это стоковый Lancer Evo 7-го поколения, 137 тысяч, оригинальный пробег, чуть-чуть тюненный, 350 лошадей, карбоновый капот. Ну а так, мечта детства. Қысқасы, осы көлікке шолу күтсеңіздер, пікір жазыңыз. Мынау ақ орамалдың астында қандай көлік тұрған білесіз бе? BMW E60 тікелей мағынада бет ашары дәл қазір өтіп жатыр. Жаратқан ашады ғой бағыңды әлі. Мына Mercedes қабанды танымайтын ер азамат жоқ шығар. Мына видеоны көрген боларсыздар. Я, дәл өзі. KO 860 деген жазуды көрдіңіздер ма?
Көлік 860 жылқыға қуатталған. Сәл бампердің астына еңкейіп қарасаң, бір емес, 5 бірдей мұржаны байқауға болады. Капотының астында 2 турбо өдеткішті V12. Қанша бензин жейтінін сұрамаңыздар. Сіздерге қызық үшін айтайын, бұндай орындауда дәл осындай 140 әлемде бір-ақ түйір. Мынау жанымда тұрған Маскылкардың қожайыны Америкадан шығып 25 000 шақырым жүріп, дәл осы Моторфестке келіп табан тіреген. Бір қызығы, көліктің қожайыны 6 ай ішінде бір-ақ рет көлігін жөндепті. Таджикстанда Dodge деген атты өмірі естіп көрмеген Памир деген тауда көлігі бұзылған, жөндеп дәл осы Моторфестке келді. Жалпы мақсаты бүкіл әлемді дәл осы Маскылкармен аралап шығу. Не деген ержүрек болу керек деймін да, мынау тұрған Шымкенттің өзіне сенімді машинамен бармасақ жолға шығуға қорқамыз ғой. Көліктің қожайыны тау тастардың арасында дәл осы кереуетте ұйықтаған. Жеге қазір қызық ойын ойнатып жіберем. Көлікті деталь-детальмен жасырам. Нақты қандай автомобиль екенін тапқан адамға колеса арнасынан 100 литр бензин тегін. Көліктің артқы осындай бөлігінде қосалқы әйнек бар. Алдыңғы оптикасы мынадай. Есігін пин-кодтың көмегімен ашып жабуға болады. Қандай көлік екенін бірінші тапқан адамға уәде етілген 100 литр. Мінекей күнде жайлап өз ұясына батып келе жатыр. Бүгінгі шығарылым осындай. Моторфестте болған қандай проекттер өзіңізге қатты ұнады, міндетті түрде пікірге қалдырыңыз. Сіздермен болған Қазколеса KZ, мен Нурик Жеңіс. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.